Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге трендтегі ең дәмді донердің рецебімен бөлісейін деп отырмын. Алдымен соусын дайындап алайық. Мен Аврора соусын жасадым. Ол үшін термомиксті қолданамыз. Ең алдымен 40 грамм сармайды 30 минут 100 градуста скорость 1-мен ертіп аламыз. Сосын үстіне 40 грамм ұн қосып, тағы 3 минут 100 градуста скорость 1-мен пісіріп аламыз. Енді 500 грамм сүт құйып, жарты шай қасық тұз, аздап қарабүріш қосамыз, 6 минут 90 градуста скорость 3-пен араластырып қайнатамыз. Ең соңында 1 шай қасық томат пастасын қосып, 15 секунд скорость 4-пен айналдырамыз. Соусымыз дайын, оны бөлек ыдысқа құйып қоямыз. Енді етке көшейік. Алдымен жуамызды ұсақтап аламыз. Ұсақтау режимінде 6-шы скорость. Термомикстің чашасына 600 грамм фарш саламыз. Мен тұз, бұрыш және аздап зира салдым. Барлығын қосқаннан кейін 3 минут колосок режимінде жақсылап соғып аламыз. Дайын фаршымызды пергамент қағазына жайып, оқтаумен жақсылап тұрып жаямыз, асықпай, әдемілеп. Сосын рулет қылып ораймыз да, қызып тұрған пеште 190 градуста 30 минут пісіреміз. Мінекей, біздің етіміз пісті. Иісі деген үйді алып кетті ғой. Керемет болып піседі. Өзі көлемінен азайып қалады екен. Енді донерімізді жинаймыз. Лавашқа қалауыңызша салма салуға болады. Мен ет, картошка, фри, қияр қостым. Ортасына өзім дайындаған Аврора соусын құйдым. Пешке 5-10 минут қыздырып аламыз. Міне, дайын. Ас болсын қыздар. Жасап көріңіздер. Қыздар, мына донер деген керемет болып шықты ғой. Қытырлақ, жұмсақ, дәмді. Менің парақшама жазылып, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Рахмет!